Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін тағы да балды торттың рецебімен бөліскелі отырмын. Бұл торттың рецебінен тек қана торт қана емес, және де әдемі керемет печеньелер жасауды көрсетемін. Түбі қалыңдау ыдысқа бал, қант, май, сода барлығын қосып отқа қоямыз. Мен осыдан алдыңғы видеомда да екі түрлі балды торттың рецебін көрсеткен болатынмын. Екеуінде де екі түрлі дайындалу жолы бөлек. Ал енді мынада байқасаңыздар, міне, мен жұмыртқаны бөлік араластырайын деп тұрмын. Бірінші осындай карамельный сияқты етіп әдемі түске енгеннен кейін газымыздан түсіріп 3-4 минут кішкене болса да суытып аламыз. Қатты ыстық болмау керек. Алдыңғы видеодағы балды тортта өте ыстық қамырға осылай бірден ұнымызды қосып қамыр илеген болатынбыз. Ол кезде жұмыртқаны бірге қайнатқан едім. Бұл жерде байқап отырсаңыздар, жұмыртқаны мен жаңа қайнатып алған сары көпіршіген майыма қосқан кезде осындай түсі мүлдем өзгеріп кетті, яғни қоңырқай карамель түсті болып шықты. Енді кішкене араластырып суыған қамырымызды қалған жұмыртқаның үстіне жайлап отырып қойып, барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Сосын ұнымызды да осылай шетінен қоса отырып, өте жұмсақ, қолға жабысыңқырап тұратын қамырды жасаймыз. Нәтижесінде осындай қамыр болады. Оның барлығын қостым. Енді қараңыздар, мынау өте жұмсақ, аздап қана қолға жабысыңқырағанымен, бірақ жұмыс жасауға өте икемді қамыр. Дайын болған қамырдың бетіне міндетті түрде пакетті осылай тигізіп жауып қоямыз. Жарты сағаттан кейін барып қамыр жұмыс жасауға дайын болады. Кішкене ғана ұн сеуіп аламыз дағыны, қажетті қамырды шетінен алып қолдана береміз. Ал қалған бөлігін қайтадан бетіне пакетін жауып қоямыз, беті кеуіп кетпес үшін. Печеньенің астыңғы бөлігі бірінші үлкендеу дөңгелекпен кетеді, одан кейінгі бөлігі кішілеу дөңгелекпен кетеді. Бұл өте жылдам піседі, балды торттың печеньесі болғандықтан, кез келген коржик болсын, кез келген осындай балды печеньелер жасауға өте ыңғайлы қамыр. Екінші қамырды осындай кішірек дөңгелек ыдысқа салып, формасын келтіріп аламыз. Енді ортасына қосатын кремін дайындаймыз. Менде дүкеннің 20% қаймағы, қолдың қаймағы және де сгущенка осы үшеуін 2 қасықтан толтырып салып отырып крем жасап аламыз. Жалпы бұл балды торттардың барлығы да майлылау кремді жақсы көреді, яғни қаймақтың неғұрлым майлылығы көп болса, соғұрлым торттарыңыз дәмді болып шығады. Сливки болса да 33%-дан басталуы керек. Тек қана дүкеннің қаймағы мен сгущенканы араластырып жасаймын десеңіздер, онда торттарыңыздың сәл қышқылтым дәмі болады. Ал енді болашақ шляпа печеньелерімді сәндеу үшін мен осындай мастикадан лентасы мен бантигін жасап алдым. Бантик жасау үшін мастиканы осындай жұп-жұқа етіп жайып алып, насатканың дөңгелегімен кесіп алдым дағыны, осындай ортасынан жай ғана мыжып отырып бантик жасап шықтым. Енді қараңыздар, печеньелерді мен осылай дайындаған едім. Бұған тек крем салып, ортасына құлпынайдың джемімен қосып, осындай формада жасап шықтым. Жасау жолы өте оңай, қызық болса жасап көріңіздер. Қамырдың қалған бөлігінен осындай бір торт шығардым. Міне асты жабысқан жоқ. Толықта суыған кезде пергаменттен осылай өте оңай алынатын болады. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар, жасайды деген сенімдемін.